Бәріне сәлем, сіздермен бірге BI Академия және де мен Маржан. Бүгінгі курста біз CSS-тің көмегімен мәтінді әрлеуді, рәсімдеуді үйренеміз. Алдымен алдыңғы сабақтағы кластарды өшіріп, тек бір ғана класспен жұмыс жасаймыз, StrongRed деген класспен. Қалғанын біз өшіріп тастай саламыз, салсақ та болады. Мысалы, бізге қажеті жоқ. Бастапқы тақырыпша деген тақырыпшаның орнына біз бір мәтін алайық. Сіз қалаған бір мәтінді алып салып қоямыз мұнда. Қойып, енді оны әрлеу үшін Style CSS-те біз бір ғана мәтінмен жұмыс істегендіктен Light Blue'ды алып тастаймыз. Тек StrongRed'пен жұмыс жасаймыз. Алдыңғы сабақта көргендеріңіздей бізде StrongRed класында Color Blue деген біздің түсіміз. Оны өзгертсеңіз де болады. Мен сізге басынан түсіндіргендіктен өзгертіп те жаза берейін. Кодпен де алсаңыз болады. Black дейін. Black деп алсам. Ал font size деген бізде ол font size текстіміз, біздің мәтініміздің көлемі 18 пиксель деп алайын. Қарағаныңыздай алдыңғы сабақта font weight деген біздің мәтініміздің шрифтің bold деген ол қалың, жирный, қарапайым болады. Жирный болады. Оны сіз санмен де берсеңіз болады. Мысалға bold'ты 100 деп алсақ, бұны сақтап, индекс веб парақшамызда да сақтап, және де оны біз Google Chrome'да тексеріп көрейік. Міне қарасаңыздар, мұндағы біз түсін өзгерттік, және де қалыңдығын 100 қылдық. Егер біз 1000 қылсақ, 1000 қылып та көрейік. Көрдіңіздер ме, бұл қалыңдай түседі. Жаңағы bold деген бізде қалың болды ғой. Bold қалың, bold қалың болса, сақтап. Bold одан да қалың. Біздің мәтініміз одан да қалыңырақ болып түседі. Ал егер normal деп бассақ, ол қарапайым. Біздің мәтініміз қарапайым шрифтіде болады. Қазір міне қарапайым шрифтіміз осы. Ал бізге өзімізге маған ыңғайлы болды. Мен өзім қалың жазғанда ұнатамын, сол үшін осындай қаламын. Сосын келесі margin tab деген бар. Ол біздің мәтінімізді төмен түсіреді. Қазір сізге мысал арқылы көрсетейін. 200 пиксель десем, пиксель сақтап, көрсетсем, сіз көрдіңіз, оның жоғардан төменге түскенін көрдіңіз. Ыңғайлығып 100 қылып қоя салайын. Көтерілді. Margin tab деген бар. Келесі тағы бір қасиет, ол font weight мен айттым. Light text legend деген бар. Ол біздің текстімізді оңнан, солдан қалай басталатынын көрсетеді. Сізге мысал арқылы көрсем түсінікті болады. Right оң жақтан деп алсақ, біз сақтап, міне оң жақтан біздің мәтініміз оң жақтан былай жазылып тұр. Ал егер left деп алсақ, сол жақтан сізге көрсетейін. Left деп алсам, сол жақтан сақтап тексереміз. Сол жақтан center деп алсам, мәтініміз ортасына қарай. Мәтін ортасына қарай жылжиды.
көрдіңіздер ма, текст ортасына қарай не алды жылжада. Егер мен justify деп алсам, ол біздің текстіміз не оң жақтан, не сол жақтан, не орталыққа жылжымай, тек бір қатарда болады. Justify. Осыны сақтап тексереміз. Көрдіңіздер ма? Ол не оң жақтан, не сол жақтан емес, тек ортасында тұр. Маған ыңғайлысы left. Осының төрт жағдайы бар: left, right, justify және де center деген. Мен өзіме left ыңғайлы, мен сол үшін left'ті бастым. Тексеріп көрсеңіздер болады. Сол жағынан жасап тұрғанмын. Сосын тағы бір келесі бір қасиет, ол text decoration. Текст ол біздің шрифтімізді, мәтінде жазған шрифті не үстінен overline сақтап тексереміз. Ой, төбесінен сызады. Ал егер underline десек, underline деп сақтасақ, оның астынан сызады. Егер біздің текстімізді line through, егер мәтінді сызу үшін, мәтіндегі бүкіл сөйлемімізді сызу үшін line through сақтап тексерсем, біздің сақтасақ, қазір тексерейіз. Кешіріңіздер. Бұндай болып тұрады. Міне, бүкіздің мәтінімізді сызды. Ал тағы бір түрі бар. Ол non. Ешқандай қолданылмайды. Non деген бар. Біздің мәтін сол қалыпта болады. Сақтап тексереміз. Міне. Тағы бір түрі бар, ол text transform. Text transform үлкен әріппен, кіші әріппен және де әр сөзден кейін үлкен әріппен жазылатын бар. Lowercase деген бар бізде. Lowercase. Тек кіші әріппен жазылады. Сақтаймыз. Көрдіңіздер ме? Тек кіші әріппен жазылады. Capitalize деген бар. Capitalize. Сақтап тексереміз. Көрдіңіздер ме? Әр сөйлемнен кейін әр сөйлем үлкен әріппен басталады. Және де uppercase деген бар. Uppercase. Сақтап тексереміз. Ол жаңағы сөйлеміміз басталған кезде нүктеден кейін үлкен әріппен басталады, соны көрсетеді. Бізге ыңғайлысы осы, сонымен осымен жұмыс жасаймыз. Text indent деген бар. Indent. Пикселдесем, бұл абзацымыз біздің 30 пикселге жылжып басталады. Сіз қазір мысалға арқылы көресіз. Міне, мұнда 30 пиксель. Мен ойлаймын, 20 бізге жарайды деп. 20 жарайды екен. Letter spacing деген бар.
әріптердің арасын жазады. Арасын 10 пиксель деп алсақ, сіздер байқайсыздар. Көрдіңіздер ме, мында әріптердің арасы 10 пиксель болып тұр. Мен ойлаймын, 3-ті алсақ та жарап қалады деп. 3 пиксель деп алсақ. Ал егер сөйлемнің арасын ашу үшін бізде word spacing деген бар. Word spacing. Оны біз сіздерге үлкен қылып алып көрейін. Сіздер сонда арасын байқайсыздар үлкенмен кішінің. Ақтап тексереміз. Көрдіңіздер ме, әр сөйлемнен кейін арасы 40 пиксель болды. Ойлаймын, что 10 пиксель бізге жетеді деп. Қарасаңыздар, арасы 10 пиксель болды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта мәтінді әрлеу мен рәсімдеуді біз жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар, рахмет.